Сәлем балалар! Математика пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Бүгінгі сабақта 11-ден 20-ға дейінгі сандарды білетін боласың. Балалар, бірінші есепке қарайықшы. Бірінші есепте бізде көкөніс пен жеміс адамның денсаулығы үшін пайдалы деді. Көкөністерді өсу ретімен айт, жемістерді кему ретімен айт дейді. Балалар, енді бұл жерде бір деген санға қарайықшы. Нені көріп тұрмыз? Жеміс пе, көкөніс пе? Жеміс екен, өрікті көріп тұрмыз, балалар. Енді ары қарай 2 ол алмұрт, 3 ше. 3 не ол, балалар? 3 анар. 4 бізде алмұрт. 5 бізде, балалар, алма. 6 балалар бізде нені көріп тұрмыз? 6 санында банан. 7 деген санда не көріп тұрмыз, балалар? Өрік, балалар. 8 санда не көріп тұрмыз? Апельсин. 9-да алма екен. Яғни 10-да бізде бұрыш берілген екен. 10-ға дейінгі сандарда, балалар, бізде жемістер екен, балалар. Ары қарай 10-нан бастап, ары қарай бізде көкөністер екен. Бұрыш 10, 11-де не көріп тұрмыз? Сәбіз. 12-де, балалар, орам жапырақ. 13-те қияр, балалар. 15-те қызылша. 16-да асқабақ. 17-де қызанақ. 18-де, балалар, пияз. 19-да бізде, балалар, кәді. Ал 20 санында, балалар, біз нені көріп тұрмыз? Баялды. Яғни 10-нан 20-ға дейінгі сандар аралығында, балалар, біз көкөністерді көріп тұрмыз, балалар. Жақсы, балалар. Енді, балалар, көкөністерді өсу ретімен, жемістерді кему ретімен айтып шығайық. Ал енді көкөністер бізде 10 санынан басталады, балалар. Олай болса, өсу ретімен айтып шығайық. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ға дейінгі сандар екен. Ал енді, балалар, жемістерді кему ретімен айтайық. 10-нан кемітіп айтып шығамыз. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, екінші есепке назар аударайық. Екінші есеп бұл сандардың ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Балалар, енді бірінші ұл баланың Асанның қолындағы сандарға қарайық. 1, 7, 2. Ал енді Әлияның қолындағы сандар 11, 17, 20. Балалар, Асанның қолындағы сандар ол 1 таңбалы сандар. Ал Әлияның қолындағы сандар ол 2 таңбалы сандар. 1 таңбалы сандарға 0-ден бастап 9-ға дейінгі сандар аралығында жатады. Ал 2 таңбалы сандар, балалар, ондықтардан және бірліктерден құралады. Жарайсыңдар, балалар. Келесі, балалар, үшінші есепке қарайық. Үшінші есеп 11-ден 20-ға дейінгі сандардың атауын оқы. Олар қалай құрылған делінген? Балалар, оқиықшы. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Балалар, 11 деген санда, балалар, бізде 1 ондық және 1 бірліктен құралған, балалар, жақсы. 12 саны 1 ондық, 2 бірліктен құралған. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі 13 деген сан бізде 1 ондық, 3 бірліктен құралған. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Тағы, балалар, жанында тұрған суреттер арқылы да біз қалай құрылғанын анықтауға болады екен, балалар. Міне, көк 3 бұрышты дөңгелектердің ішінде 1 ондық және 1 бірлік, яғни 11 деген сан шыққан. Жақсы, жарайсыңдар. Ары қарай 1 ондық, 2 бірлік. Жақсы, 12 деген сан. Жақсы. Ал енді, балалар, ойланып көрейікші. 1 ондық, 7 бірлік. Ол қандай сан? Жақсы, жарайсыңдар. 17 саны, керемет. Енді, балалар, олай болса, 4-ші есепке қарайық. 4-ші есепте теңдеулерді шеш делінген. Ал теңдеулерді шешейік, балалар. Бірінші теңдеуге назар аударайық. X қосылған 20 тең 90.
балалар біз x яғни белгісіз санды табуымыз керек. Бұл жерде балалар қосылғыш қосындының мәні балалар. Бірінші қосылғыш белгісіз екен, балалар. X тең балалар, біз бірінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. 90 азайтылған 20. X-тің мәні бізде 70-ке тең. 70 қосылған 20 тең 90. 90 тең 90. Екінші теңдеу балалар. 80 азайтылған y тең 30. Ал енді балалар, бұл теңдеуде бізде азайтқыш белгісі екен, балалар. Олай болса, біз белгісіз санды табайық. Белгісіз санды табу үшін біз азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сол кезде бізде азайтқыш шығады. Жақсы балалар, y-тен 80 азайтылған 30. Y бізде 50-ге тең. 80-нің 50-ге айырмасының мәні бізде 30-ға тең. 30 тең 30 жарайсыңдар. Келесі теңдеу балалар, x азайтылған 70 тең 10. Балалар, біз бұл жерде бірінші азайғышымыз белгісіз. Олай болса, x-тің мәнін табу үшін 10-ға біз 70-тің қосындысын есептейміз. X тең 80. 80 азайтылған 70 тең 10. 10 тең 10. Балалар, жарайсыңдар, керемет. Олай болса, келесі есепке қарайық. Бесінші есеп. Бесінші есепте бізде жемістер мен көкөністердегі сандардың орналасу заңдылығын анықта делінген. Және сандық қатар ойластыр делінген. Балалар, бірінші суреттегі жеміске қарайық. Қандай жеміс? Алма. Қандай санды көріп тұрмыз? 12. Яғни 12-ге біз 2-ні қоссақ 14 шығады, балалар, жарайсыңдар. 14-тің 2-ге қосындысы 16. 16-ның 2-ге қосындысы 18. 18-дің 2-ге қосындысы 20. Балалар, көріп тұрмыз ба? Заңдылықты ойластырып таптық па, балалар? Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Келесі астандағы біз көкөністердің суретіне қарайық. Бірінші орам жапырақ, балалар. 11 санына 2-ні қосамыз, балалар. 11-дің 2-ге қосындысы 13. 13-дің 2-ге қосындысы 15. 15-дің 2-ге қосындысы 17. 17-ның 2-ге қосындысы 19. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Сабағым ұнаған болатын болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Балалар, сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.